Аха. Қайырлы таң, құрметті партнерлар, құрметті менің оқырмандарым. Так, айыпқа бұйырмаңыздар, кішкене ауырым қырап тұрмын, салқын тиіп қапты. Мына көктемнің былай ауа райы күрт өзгере бергеннен салқын тиіп қапты кішкене. Мұрным бітеліп кішкене даусым, тамағым ауырып кішкене етіп тұрмыз. Енді барлықтарыңызға қайырлы таң болсын, аптамыз сәтті болсын, иә. Менің есімім Мақсат Ахметбек, өзім Қарағанды облысы тумасымын. Астана қаласында жұмыс істеймін, осында тұрамын қазіргі таңда. Өзім мамандығым бойынша мен финансистпін, қаржыгермін. Сол өзім мамандығым бойынша банк саласында біраз уақыттар жұмыс істедім. Қазіргі таңда соңғы осы 4-5 жылда тек қана сетевой бизнеспен айналысамын. Енді банкта жұмыс істегеннен кейін мен біраз уақыт кәсіппен, традиционный бизнеспен айналыстым. Соңғы осы 4-5 жыл тек сетевой бизнеспен. Қазіргі таңда Dandelion компаниясының серіктесімін. Осылай, осы желтоқсан айына дейін Dandelion компаниясының желіні дамыту директоры қызметін атқардым. Қазіргі таңда тек қана сіздер сияқты партнермін, өз командамды құрып, бүгінгі таңда Вим Хоф тыныс алуды жасаңыз тез қайтады дейді. Рахмет. Кішкене ауырым қырап тұрмын, мұрным бәрі бітеліп, Рамазан айында да бірінші күнде кішкене қолайсыздау болып кетті. Ештеңе етпес. Көре жатармыз, емделеміз. Енді құрметті партнерлар, бүгінгі тақырыбымыз, тақырыптан бұрын өзімнің спонсорларым туралы екі ауыз айтып кетейін. Ақпарат беруші спонсорым бұл Шыңғыс Далханов, директор статусында Астана қаласынан. Бір жоғарғы спонсорым бұл Роза Балабиева, супердиректор статусында Астана қаласынан. Және ең жоғарғы менің лидерім, сіздерге кең танымал, бұл Марал Тажикенова, амбассадор Астана қаласынан. Енді құрметті партнерлар, бүгінгі тақырыбымыз, бүгін енді көп кісі отырған жоқ, не екенін білмеймін, енді қосыла жатар. Бүгінгі тақырыбымыз бұл келіп жеткен Рамазан айы, яғни ораза айы. Бұл біздер үшін, мұсылман ел үшін, әсіресе қазақтар үшін де өте маңызды. 12 айдың сұлтаны деп жатады, сауаптың мол бізге жазылатын, күнәларымыздың кешірілетін, шапағат айы, кешірім айы, сауап және жақсылық жасау, махаббат айы деп айтады. Енді сондай өте керемет айға жеттік, аман есен. Аллаға мыңда бір шүкір, сол айға келіп жеттік. Енді сол тақырыпта бүгін қозғайық. Ораза айы дегеніміз не жалпы? Рамазан айы. Ол өздеріңіз білесіздер, жыл сайын не істейді? 10 күн алдыға қарай жылжи береді. Мысалы, былтыр біз осы айдан бір 20-сында қателеспесем, 20-сы ма, 25-сінде сол кезде ауыз бекіткен болатынбыз. Яғни Рамазан айы жыл сайын алдыға қарай жылжи береді. Сондықтан да биыл, мысалы, ораза ұстау былтырға қарағанда сәл жеңілірек. Неге? Өйткені қараңыз, бізде бүгін сағат 5-тің кезінде ауыз бекіттік Астана уақыты. Және ауыз ашар уақыты кешкі 6-дан кеткенде. Жазда естіңізде болса, ауыз ашар уақыты кешкі 9, ауыз бекіту таңғы 3-те бекітетін болатынбыз. Көрдіңіздер ме? Яғни күннің ұзаруы мен қысқаруына байланысты ауыз бекіту, ауыз ашар уақыты да не істеп отырады? Жылжып отырады. Сол үшін құрметті партнерлар, Рамазан айының күнтізбесін өздеріңізге алып, телефоныңызға жүктеп алсаңыздар, өте орынды болады. Ауыз ашар уақыты мен ауыз бекіту уақыты, сәресі уақытын қарап отырасыздар. Ол да білесіздер, уақыт өткен сайын жай жылжып отырады. Сондықтан да ол өте маңызды. Енді бірінші сұрақ,
Ауызды қашан бекітеміз? Ауызды, яғни тамақ ішіп болу, бұл таң намазы уақыты кіргенге дейін не істейміз? Аузымызды бекітіп тастауымыз керекпіз. Яғни қазіргі таңда бұл Астана уақытымен 5:06 қателеспесем, 5-тен кетеді. Яғни біз кішкене ертерек тұрамыз да, не істейміз? Дайындығымызды жасап, сәресін дайындап, аузымызды бекітеміз. 5-ке дейін. Мысалы, бізде қазір магний водородты қабылдап отқан болсаңыздар, не болса, басқа біздің препараттарды қабылдап отқан болсаңыздар, міндетті түрде не істейсіздер? Кішкене ертерек сәрені ішіп, сол сәресі ішкеннен кейін магний водородты қабылдап алсаңыздар болады. Ол сіздің күнделікті бір күнге сізге жетеді. Өйткені өткенде ораза айында қалай біздің магний водородты қалай қабылдаймыз деген сұрақтар келіп жатты. Осылай ауыз бекіттердің алдында сәресін ішіп болғаннан кейін кішкене ауыз бекітуге бір 15 минут қалғанда ішіп алсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Енді ауызды қашан ашамыз? Ауыз ашар уақыты қашан? Ауыз ашар уақыты бұл әдеттегідей ақшам намазы уақыты кірген уақыт. Бізде Астанада қазір кешкі 6-дан 18 кеткенде қателеспесем, сол уақытта шамасында ауыз ашар уақыты болады. Міндетті түрде жаңа айтқандағындай күнтізбені өздеріңізге жүктеп алыңыздар, сонымен қарап отырасыздар. Енді әрине бұл уақыт әрбір қалада, әрбір регионда кішкене өзгеше болады, сондықтан да мұқият болыңыздар. Екіншісі өте маңызды нәрсе, ораза ұстау кімдерге парыз? Негізі ораза бұл мұсылман адамға парыз болып есептеледі. 5 парыздың бірі ораза ұстау. Бұл өте үлкен сауапты іс. Бұның сауабын Алла тағала өзі береді. Ораза ұстаудың. Ораза ұстау дегеніміз не? Бірінші соны түсінейік. Ораза ұстау біріншіден әрине бұл кез келген тамақ, судан аузымызды тыю. Ешқандай осы таң намазы уақыты кіргеннен бастап, ақшам намазы уақыты кіргенге дейін ешқандай тамақ, су ішпейміз. Осындай бір тәртіп. Бірақ енді бұл ораза ұстау тек қана тамақ ішпеу, су ішу ғана емес, құрметті партнерлар. Ораза айында біз не істемейміз? Көзімізді, аузымызды, құлағымызды не істейміз? Күнә қателіктерден не істейміз? Арындырамыз. Яғни не істейміз? Балағаттау, ұрыспау, дауласпау, төбелеспеу деген сияқты нәрселер ораза айында да тыйым салынған нәрселер. Егер бір кісі сізбен ұрысып жатса, бір балағаттап жатса, бұл жерде біз не істеуіміз керек? Сабырға шақыруымыз керекпіз. Өзіңіздің аузыңыздың берік екенін айтып, сабырға шақырып, егер ондай бір жағдай туындап жатса, істейміз, ол жерден кетіп қалуға тырысамыз. Ешкімді ренжітпеуге, қателікке бармауға тырысамыз. Осындай ораза айында біз не істейміз? Күнә мен қателерден алыстауға, оны әдетке айналуға сондай өте бір үлкен бір мүмкіндік. Ораза айында Алла тағала не дейді? Шайтан істейді, шынжырға байланады дейді. Деген сөз, яғни шайтан сіздерді азғыртпайды. Яғни күнә жасауға сізді итермелемейді. Сондықтан да өте жеңіл бір ай, сондықтан да сол мүмкіндікті қолданып, не істейміз? Ораза ұстауға мүмкіндігіміз келгенше, денсаулығымыз келгенше, не істейміз? Ұстауға тырысамыз. Енді әрине кімдерге ораза ұстамауға болады? Біріншіден, мысалы, сіз қатты ауырып тұрған болсаңыз, бір ауырып қалдыңыз, бір суық тиіп қалды, не болса, расында да қатты сырқаттанып қалсаңыз, әрине бұл жерде рұқсат, оразаңызды бұзып, сол мысалы 2 күн, 3 күн емделген болсаңыз, дәрі қабылдап, не істейсіз? Сол күндері ораза ұстамайсыз да, ораза айы біткеннен кейін сол 2-3 күніңізде қанша күн ұстай алмадыңыз,
соны қазасын өтей саласыз, сондай мүмкіндік бар, өте жеңіл. Еш қиындатпаймыз, құрметті партнерлар. Біздің дініміз, еш қиын емес, қиындатпаңыздар. Ешкімді оразамен, қиыншылықпен қорқытып, үркітпеңіздер. Жеңілдікпен шақырыңыз, жеңілдікпен айтыңыздар, Екіншіден, кімдерге ораза ұстамауға болады? Бұл әрине жүкті әйел кісілер, емізулі әйел кісілер, ол кісілерге ораза ұстамауға болады. Одан кейін бұл қарт кісілер, мысалы, қартайды, денсаулығы келіңкіремейді, шамасы келмейді, сол себепті ораза ұстамауға болады. Бұл кісілерге рұқсат, мысалы. Әрине, балағат жасына толмаған балаларға да ұстамауға болады, өзіміз білеміз. Одан бөлек, әйел кісілерде етек кір уақыты келген кезде, естиміз, ол кезде ораза ұстамайды ол кісілер, етек кір болғаннан кейін, ораза айы біткеннен кейін, қанша күн ораза ұстамады, соның қазасын. Енді осылай қысқаша, кімдерге ораза парыз, кімдерге емес, қысқаша осындай бір мағлұмат. Енді ораза ұстаудың әдеттері, мысалы, өте жиі сұрақ қойылатын сауалдар бар. Біріншісі, түкірігімізді жұтуға бола ма дейді. Болады, құрметті партнерлар. Бұл түкірік, мысалы, мұрнымыздан бөлінетін бір сұйықтық, аузымыздағы түкірік, сілекей дейміз, оны жұтуға болады. Бұл табиғи процесс, бұны жұтуға болады. Бірақ, егер сіз, мысалы, бір кісінің тамақ ішкенін, немесе бір тамақты көріп, бір видео, фото көріп, аузыңыздан сол тамаққа тамсанып, аузыңыздан бір сілекей бөлінген болса, сол тамаққа қатысты, әрине, бұл сілекейді жұтпаған абзал. Жұтпаған дұрыс, өйткені бұл оразаны бұзып жіберуі әбден мүмкін. Сондықтан да табиғи сөйлеу барысында, мысалы, сөйлеп жатырмыз, аузымыздан сілекей бөлінеді. Ауыз қуысымыздың құрғап кетпеу үшін сілекей бөлінеді. Бұны жұту әбден болады, оразаны бұзбайды, құрметті партнерлар. Одан кейін жиі сұралатын сұрақ, мысалы, сәресін ұйықтап қалдыңыз. Сәресі уақыт өтіп кетті, ораза ұстай беруге бола ма? Ұстай бересіз. Ешқандай су ішпеген, тамақ ішпеген болсаңыз, оразаңызды ұстай бересіз. Кейбір кісілер, мен сәресін ұйықтап қалдым деп, оразасын бұзып жіберетін кісілер болады. Ол дұрыс емес, құрметті партнерлар, оразаңызды ұстауды жалғастыра бересіз. Егерде ұмытып кеткен болсаңыз, сәресін ұйықтап қалған болсаңыз, ештеңе етпейді, оразаңызды жалғастыра бересіз. Делік сіз күн барысында аузыңыз берік, мысалы, әйел қауымы көп қой, мысалы, түскі ас, кешкі ас, ауыз ашарға тамақ дайындалады, кейде болады, мысалы, бір қателікпен бір аузыңызға тамақ салып қойсыз, есіңізден шығып кетеді, аузыңыз берік екен, Егерде сол сәтте қашан есіңізге түсті ораза екеніңізді, сол жерде сол тамақты не істейсіз, түкіріп жібересіз де, оразаңыз бұзылмайды, құрметті партнерлар. Әрі қарай жалғастыра бересіз. Ал егерде қалай да болса бір есіңізден шығып кетті да, мысалы, сіз тамақ істеп жатсыз, кешкі ауыз ашарға тамақ дайындап жатсыз да, бір мәзетке, бір сәтке, ұмытып кеттіңіз, аузыңыз берік екен. Бардыңыз да тамақ не істедіңіз, ішіп жібердіңіз, жұтып жібердіңіз, мысалы, бір тамақтың дәмін көрем дедіңіз де, бір жұтып жібердіңіз. Содан кейін ораза екеніңізді есіңізге түскен болып жатса, тағы да айтамын, оразаңыз бұзылмайды, құрметті партнерлар. Әрі қарай жалғастыра бересіз. Тек қана қашан бұзылады оразаңыз, біліп тұрып, әдейі, мысалы, аузыңыз берік екені, ораза екеніңізді біле тұра, барып әдейілеп тұрып, шыдай алмай, әлсіздік танытып, оны бір нәрсе жеп, не болса, бір нәрсе ішіп қойсаңыз, не болады? Оразаңыз бұзылады, құрметті партнерлар. Артынан
не істейсіз? Тәубаңызды қылып, оразаңызды қазасын, сол күннің қазасын өтеген болуыңыз керек. Иә. Ал егер оны әдейілеп тұрып бұзсаңыз, әдейілеп тұрып, иә, онда бұл оразаның әрбір бұзған бір күніңізге 60 күн ораза ұстау керек, кепарат жасау керек деген бір шарты бар. Сондықтан да, құрметті партнерлар, ниеттеніп әдейілеп ораза аузыңызды ашып жіберуден не істеңіз? Аулақ болыңыздар. Оразаны қашан тағы да ашып жіберуге болады? Егер сіз сапарға шықсаңыз, жолға шығып жатсаңыз, мысалы, басқа қалаға бір іс сапармен, бір жағдаймен, машинамен, автобуспен, көлікпен, кез келген нәрсемен бір алыс сапарға шыққан болсаңыз, аузыңызды ашып жіберіп, өйткені жолда ауыз бекіту оңай емес, сондықтан да сондай рұқсаттар бар. Сол қанша күн, мысалы, аузыңыз сапарда болдыңыз, сол ораза күндерін не істейсіз? Қазасын өтей саласыз. Ал енді сапарға шығудың онда бір көрсеткіштері бар, Мысалы, сіз қазіргі тілмен енді 90 километрден асатын қашықтыққа жолға шықсаңыз, сіз сапар болып есептелесіз, ораза ұстамауыңызға әбден болады. Және, мысалы, бір жерге сапарға шығып, сол барған жеріңізде 10 күннен көп болсаңыз, мысалы, делік сіз, мен қазір Астанадамын, Алматы қаласына іс сапармен шықтым, мысалы, Негізі біздің дінімізде, сол барған жеріңізде 10 күнге дейін сіз іс сапар жолаушы болып есептелесіз, 10 күнге дейін не істейсіз? Ораза ұстамауыңызға болады, сіз жолаушы болып есептелесіз, бірақ барған жеріңізде 10 күннен көп қалатын болсаңыз, сіз сапарда деп саналмайсыз, сол жерде қалған күндеріңізде ораза ұстайсыз. Жолаушы болған сәтте ораза ұстамауыңызға болады деген бір ережелері бар, Өте оңай, өте қолайлы, жаңа айтқандағындай, біздің дініміз қиындататын, ауыртпашылық әкелетін дін емес, сондықтан да бәрі өте жеңіл және оңай болады, құрметті партнерлар. Одан бөлек жиі сұралатын мынандай сұрақтар бар. Мысалы, ораза ұстаған кезде душқа түсуге бола ма? Болады, құрметті партнерлар. Тек қана шарты, жаңа мұрныңызбен, аузыңызбен су жұтып қоймасаңыз болғаны, мысалы, жуыну барысында, ванный қабылдап душқа түссеңіз, ол болады, құрметті партнерлар, жуынуға болады. Мысалы, ғұсыл дәретіңіз болмаса, үлкен дәрет дейміз, ғұсыл дәретіңіз болмаса, ауыз бекітуге бола ма? Болады, құрметті партнерлар. Егер ғұсыл дәретіңіз, үлкен дәретіңіз бұзылып, үлкен дене дәретіңіз бұзылып, бірақ ауыз бекіту уақыты келіп қалса, бірінші аузыңызды бекітесіз, ниетіңізді қыласыз да, одан кейін барып не істейсіз? Ғұсыл дәрет, яғни бой дәретіңізді алып, жуынып алсаңыз әбден болады. Оразаны бұзатын тағы да бір шарт бар. Егер ерлі зайыптылар жақындасса, ораза бұзылады, құрметті партнерлар. Яғни ауыз бекіткен кезде ерлі зайыптылар бір-біріне жақындасуға болмайды. Яғни төсек қатынас, Ауыз ашқаннан кейін кешкісін бола ма? Ауыз бекіткеннен болады, ол оразаны бұзбайды. Ерлі зайыптылар ауыз ашқаннан кейін жақындасуға болады. Әбден рұқсат. Іс сапарға шықса да ораза бұзбай ұстадым дейді. Енді бұл әрине, бұл сіздің еркіңіз, іс сапарға шықсаңыз да оразамды бұзбаймын десеңіз өз еркіңіз, ол енді сауабыңызды одан молырақ аласыздар, Енді тағы да қандай жиі қойылатын сұрақтар бар. Бұл әрине, мысалы,
ерлі зайыптылар бетіне бір-бірін сүйсе бола ма? Болады, ораза бұзылмайды. Құшақтасуға, иіскеуге, сондай жақындасуға, ол сол түрде, былай бетіне сүйіп құшақтасып болады, оразаны ол бұзбайды, құрметті партнерлар, одан бөлек әрине жаңа айтқандағындай тағы да бір қайталап өтейін, ораза ұстаған аузы берік кісілердің жаңағыдай ұрысуға, төбелесуге, балағаттауға, жаман сөз айтуға, негативте болуға рұқсат етілмейді. Ондайдан алыс болуымыз керек. Алыс болуымыз керек. Одан бөлек көзімізді, құлағымызды да күнәдан алыс ұстауымыз керек, құрметті партнерлар. Рұқсат етілмеген нәрселер, яғни өтірік айту, жала жабу, сондай нәрселердің бәрі ораза айында ерекше рұқсат етілмейді. Ол дінімізде жалпы да рұқсат етілмейді, бірақ ораза айында ерекше мұқият болуымыз керек, құрметті партнерлар. Одан бөлек, енді ораза айында бұл өздеріңізге білесіздер, біріншіден бұл біздің денсаулығымызға жақсы пайда тигізеді. Біздің ағзамыз кішкене тамақ ішуден, энергия жұмсаудан кішкене не істейді, демалады да біздің ағзамыз, іш құрылысымыз детокстан өтеді. Тазарады. Алғашқы 1-2 күн, 3 күнде кішкене не істейді, бәлкім қанымыздағы қант мөлшері азаяды да, кішкене басымыз арыңқырау әбден болуы мүмкін. Алғашқы күндерде қатты шөлдеу болуы мүмкін. Одан бөлек кішкене әлсіздік, күшіміздің азаюы алғашқы күндерде, алғашқы 1-2 күнде, 3 күнде байқалуы мүмкін, әбден мүмкін. Өйткені бұл біздің қант деңгейіміздің түсуі, және біздің ағзамыздың бұған қалыптаспауынан біздің реакциясы, бұған кішкене сабырлықпен қараймыз да, естиміз, сабырлық танытамыз. Одан кейін біздің ағзамыз бұған қалыптаса бастайды да, не істейді, артық салмақтағы майларымыз, ішкі майларымыз, висцеллярный жир дейміз, солардың бәрі іске қосылады да, біздің ағзамыз не істейді, сіз тұтқан оразаңызға қалыптаса бастайды. Тазару, ағару процесі бәрі қалпына келе бастайды. Одан кейін оразаның жартысына келгеннен кейін не істейді, біздің ағзамыз клеткалардың бөлінуі одан да жақсара бастайды. Артық салмақтан арыламыз, денеміз жақсара бастайды, токсиндерден арыла бастаймыз, артық тамақтан, артық судан не істейміз, арыламыз. Бірақ, құрметті партнерлар, ауыз ашар уақытында не істейміз, әсіресе сәресі уақытында андай қатты ауыр тамақтардан, майлы тамақтардан, қатты мықты калориясы көп тамақтардан аулақ болар, таңертең сәресінде әсіресе. Жеңіл каша, жеңіл тамақтар жеуге тырысыңыз. Қарным ашып қалады, мен көбірек жеп алайын, бүйтіп ішімізді толтырып өлгенше тамақ ішуден аулақ болайын. Олар сауапты азайтатын істер. Сауапты азайтады. Ондай ниетпен сәресі жасамауға тырысыңыздар. Жеңіл сәресінде көбірек су ішуге тырысыңыз, шөлдететін, ертең асқазаныңыз ауыр болатын тамақтардан алыс болуға тырысайық. Ауыз ашарда, құрметті партнерлар, сіздерге кеңесім, бірінші сумен, құрмамен аузыңызды ашып, кішкене бір пауза беріп, бір 15 минут пауза беріп, кішкене ағзамыз дұрыс процестің басталуына кішкене уақыт беріп, содан кейін тамақ ішсеңіздер дұрысырақ болады. Әрине, тағы да айтам, бүйтіп ауыз ашар уақыты болды деп өлгенше тамақ ішіп, асқазанымызды қатты тойдырып алып, одан кейін қозғала алмай, ұйқымыз келіп, шаршап қалдығып жатудан аулақ болайық, құрметті партнерлар. Сондықтан да бірден көп тамақ ішуден аулақ болыңыздар.
ұсыныс ретінде аузыңызды ашып, ақшам намазыңызды бір оқып алып, артынан жаңағыдай тамақ ішкендеріңіз нұр үстіне нұр болады, иә. Енді ораза айында, құрметті партнерлар, өте сауапты істерге не жатады, құрметті партнерлар. Біріншіден, бұл жаңа айтқанымдай бос істерден аулақ болуға тырысыңыздар. Қазіргі әлеуметтік желілерде құр бос отырып, YouTube қарап, TikTok қарап, ойын күлкі, сондай бос нәрселерден аулақ болыңыздар Рамазан айында. Рамазан айында көп сауапты істер жасауға тырысыңыз, иә. Қолыңыздан келгенше кітаптар оқып, иә, рухани жаңағыдай сауаптар алатын өте үлкен сауапты істерге көңіл бөлгендеріңіз дұрыс, иә. Құран оқып, аудармасын оқып, Құран тыңдап, иә, уақыт бөліп күнделікті сауапты істер. Мүмкіндігіңіз болып жатса, тарауыққа барып, тарауық намаздан қалмауға тырысыңыздар. Одан кейін, мысалы, әсіресе сәресі уақыты кіргеннен кейін уақыты намазыңызды оқып, бір Құраныңызды, дұғаңызды жасап, зікіріңізді жасап, иә, Алланы, пайғамбарымызды еске алып, иә, сондай бір зікірлер, өте сауапты істер Рамазан айында өте үлкен сауапты істерге иншалла әкеледі. Құрметті партнерлар, Рамазан айы, ораза еш қиын емес. Бизнесіңізге, ісіңізге, жұмысыңызға еш кедергі емес. Ондай ойлардан, ондай қорқыныш сезімдерден аулақ болайық. Еш қиындық тудыртпайды. Менің, мысалы, 13, 14, 15 жасар балаларым ораза ұстайды. Олар толыққанды ұстайды. Басында бала оразасы дейміз, детская ораза дейміз. Солай үйретіп, басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн деп бірте-бірте үйретіп, балалар да ұстап жатады. Сондықтан да еш қиналмаймыз. Әрине, бұл жерде денсаулығыңыз келмесе, мысалы, асқазаныңыз ораза ұстауға келмейді. Белгілі бір ауру түрлері бар, әсіресе мысалы қант диабеті, қатты үлкен давление. Сондайларда әрине бұндай категорияда кісілерге ораза ұстауды өте мұқият болуларыңыз керек. Мысалы, үлкен гормональный дәрілерге өте тәуелді кісілер, денсаулығы қатты сыр берген кісілерде ораза ұстауда өте мұқият болыңыздар. Өзіңіздің дәрігеріңіздің кеңесін алыңыздар. Ораза ұстауға бола ма, болмай ма? Сондықтан да өте мұқият болыңыздар. Денсаулыққа кері әсерін тигізбеу керек. Сондықтан да, егер де қалай да болса, құрметті партнерлар, егер денсаулық, не болмаса басқа да себептерге байланысты ораза ұстауға мүмкіндік болмай жатса, бұл оразаның борышын десек те болады, ауызашар беру арқылы өтесеңіздер де болады. Бұл да өте сауапты іс, құрметті партнерлар. Ол қалай? Қазіргі таңда, мысалы, қазір көп кафелерде білесіздер, ауыз аштыруға болады. Тек қана үйге шақыру емес, мысалы, кафелерде қазір белгілі бір баға бар. Кеше бір жақсы бір кафеде болғанбыз, ол жерде ауыз ашар құны 7,5 мың теңге дейді. Мысалы, бір кісіге ауыз ашар құны сондай. Қазір ауыз ашар менюлар деген бар. Сол жерде не істейсіздер, кісі басына 7 мың, кейде бір 10 мың, кейде жерлерде 15 мың, енді менюға байланысты, сондай кафелер бар, ауыз ашар менюлар бар. Сондай ауыз ашарларға беруге болады. Оны қалай жасауға болады? Ұсыныс ретінде әрине жағдайы келмейтін, кісілерге, мұқтаж кісілерге ауыз ашар астырып, туыстарыңызға, жақындарыңызға міндетті түрде ауыз ашарға шақырып, үйіңізге болады, кафеге болады, қалай ыңғайлы, қалай мүмкіндігіңіз бар, сондай ауыз ашарларға шақырып, сондай сауапты істерге бөлінсеңіздер болады. Және мен сіздерге тағы бір ұсынысым бар еді. Мысалы, қазіргі таңда біздің Аллаға мыңда бір шүкір, жастарымыз, артымыздан өсіп келе жатқан ұрпағымыз, жас ұрпақтарымыз дінге, иманға бет бұрған өте көп қыздарымыз бар, ұлдарымыз бар. Өте қуантады, сондай жағдай өте көп. Сондай ұлдарымыз бен қыздарымызға ораза ұстаған, мысалы, студент, не болмаса оқушы, әсіресе көбіне студенттер ғой, енді балағат жасынан асқан,
студенттер бар, қыздарымыз бар, ұлдарымыз бар, ауыз бекіткен. Соларға мысалы ауыз ашар беруге болады. Қазіргі құны жаңа айтқанымдай 7.000 теңге көлемінде ауыз ашар беріп, мысалы садақаңызды беріп, ауыз аштыруға да қазірде сондай мүмкіндіктер бар. Сондайға да сол арқылы ұстай алмаған оразаңызды борышын өтеп жасауға да мүмкіндіктер бар, құрметті партнерлар. Соның бәрін осылай кең тұрғыда қарауыңызға болады. Құрметті партнерлар, енді осы Рамазан айы туралы айтарым осы. Әрине, Рамазан айы өте көп сауапты істер жасау айы, мүмкіншіліктер айы, көп Алла тағаланы, пайғамбарымызды еске алып, Құран оқып, зікір жасап, дұға жасап, көбірек жасауға тырысайық қолымыздан келгенше. Бұл сондай өте керемет, өте 12 айдың сұлтаны, сауапқа толы, күнәлардың кешірілгені, сондай үлкен керемет ай. Соны бұл мүмкіндікті өткізіп алмай, қолымыздан келгенше сауапты өткізуге тырысайық, құрметті партнерлар. Бұл тағы да айтайын, біздің бизнесімізді, Dandelion компаниясының бизнесін жүргізуге, дөңгелетуге, істеуге еш кедергі емес, құрметті партнерлар. Ол тұрғыда еш қарамаңыздар. Сондықтан да бизнесіңіз өркендей берсін, Рамазан айында берекелі болсын, істеген істеріңіз, берген ауызашарларыңыз, дұғаларыңыз, сауаптарыңыз, оразаларыңыз сауаптан жазылсын, қабыл болсын. Рамазан айы бәрімізге бірдей мұбарак болсын, құрметті партнерлар. Бар тілейтінім осы айда, Рамазан айынан келесі Рамазан айына жетуге барлығымызға бірдей нәсіп етсін. Сауапқа бөлініңіздер, Алланы көп еске алыңыздар, бизнестарыңыз өркендей берсін. Рамазан айы барлығымызға бірдей мұбарак болсын. Рахмет, құрметті партнерлар. Бүгін осымен бүгінгі таңғы жаттығуымызды осымен аяқтайық. Міндетті түрде эфир сақталады. Партнерларыңызға бөлісіңіздер ақпарат. Бәлкім бірінші рет ораза ұстап жатқан кісілер бар шығар. Сол осы ақпаратты бірдей бөлісіңіздер. Көп рахмет. Пайдасы тиген болса, бәрі Алладан, жақсылықтың бәрі Алладан, білесіздер. Артық кеткен болса, қате айтқан, бұл қателік менен. Көп рахмет. Рамазан айы мұбарак болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Рахмет, Мақсат мырза. Барлығы дұрыс айтылды. Мен биыл бірінші рет ораза ұстап отырмын. Сондықтан сіздің берген ақпаратыңыз маған өте пайдалы болды. Бір кішкене айтып өтейін. Балағат жас емес, балиғат жас деп айтылады. Дұрыс айтасыз. Балиғат жас, дұрыс. Дания ханым, Алла жеңілдігін берсін сізге, сауаптан жазсын, оразаңыз сізге өте жеңіл өтсін, денсаулығыңызға, руханиятыңызға тек қана жақсылығын ғана берсін, сауаптан жазсын. Рахмет. Ахмет, Мақсат мырза, сәлеметсіз бе? Ораза қабыл болсын. Менде бір сұрағым бар еді. Мен міне аяғым сынып жатыр, Енді қазір реабилитацияға көп, білесіз өзіңіз, көп анализ тапсыру керек, потом реабилитационный центрға жатамын. Бәрі оразаның ішінде болып тұр. Сол енді оразаны ұстамағаным енді қалай? Жоқ, енді сізде көрдіңіз ба, енді сіз денсаулығыңыз бойынша сіз қазір ұстай алмайсыз ғой. Жаңа айттым ғой, денсаулыққа қатысты егер ұстай алмасаңыздар, оразаңызды ұстамайсыз да, асықпай ораза біткеннен кейін жайлап қарызыңызды қайтадан ұстап, бір күннен, 2 күннен қарызыңызды ұстай саласыз. Рахмет. Алла шипасын берсін, тез сауығып кетіңіз.
Жақсы, рахмет, аманшылықта кездесейік. Қап, Құдай